назар аударыңыздар. Қобыланды батыр жырының тарихи құндылығы қандай? Қос шеңберді пайдалана отырып, сұраққа сәйкес жауаптарды шеңбердің ішіне, сәйкес келмейтін жауаптарды шеңбердің сыртына жазыңыздар. Оқушылар, енді сіздер жауаптарды саралау үшін, мәлімет алу үшін мына бейне материалға назар аударыңыздар. Ол заманда Әбілқайыр ханның билігі жүріп тұрған. 1447 жылы Сырдарияның орта тұсындағы Сығанақ, Аққорған, Арық, Созақты түгел өзіне бағындырып, төмендегі ел астанасын Сығанаққа көшіреді. Сосын 1451 жылы ол Самарқанға келіп, Ұлықбектің қызы Рәбиға бегімді жар еді. Ол заманда Әбілқайыр ханның билігі жүріп тұрған. Ол билеген тұста қазақ халқының көсегесі көгеріп, еңсесі биік болды. Қарамағындағы ұлан байтақ жерді бүлікшілердің шапқыншылығынан сақтап қалу үшін қазақ халқының батырларын жинады. Сөйтіп, ханның 1000 қол әскеріне Қобыланды батыр қолбасшы болды. Қарамағындағы ұлан байтақ жерді бүлікшілердің шапқыншылығынан қорғап сақтап қалу үшін Әбілқайыр қасына қазақ батырларын түгел жинайды. Сөйтіп, ханның 1000 қол әскеріне Қобыланды батыр қолбасшы болады. Әбілқайыр хан 16 жасында таққа отырған кез өте қысылтаяң шақ еді. Шыңғыс ханның ұлы Жошыдан тараған ұрпақ билікке таласып, ұрыс керіс өршіп тұрған тұста ел ішін ірітпей сақтап қалу оңайға соқпайды. Бұл Әбілқайыр хан әлсіз болды деген сөз емес. Бірақ көшпенділер арасындағы талас тартыс, жақ болу, рулық күндестік пен сыртқы күштердің ықпалы ақыры хан билігі мен мемлекеттің іргесін шайды. Қызылбас еліне хан болған Қазан қаһарлы қатыгездігімен аты шығады. Айналасындағы ірілі ұсақ елдердің құтын қашырып, берекесін алумен болады. Сан 1000 қолымен қоқан-лоққы көрсеткені бұлай тұрсын, басып алған елдердің батырларын құл қылып, 4 түлігін түгел тартып алуды әдет етеді. Қазанның қаһарынан қаймыққан елдер қарсы келуге қауқарсыз болған соң, өз-өзіне сеніп, күші тасыған ол тіпті жер жаһанды жаппай жаулап алуды мұрат етеді. Сөйтіп, қазақ пен ноғайлардың жерін жауламақ ниетпен бар қолын атқа қондырады. Міне осы кезде қаһарман Қазан, Көбікті, Алшағыр хандардың шапқыншылығынан Қобыланды батыр елін азат етеді.